Машина шоқалақтап секіріп ойқы-шойқы жолда ызылдап жүрісі өнбейді, алдан түк көрінбейді. Әлгі ертегілердегі таусоғар мен көл таусарлар шайқасындай құм, қар, жентек-жентек машинамызды сабалап құм қойнауын әңкі-тәңкісі шыққан. 2 мәрте оппағарға тығылып әзер шығарып алдық. Өлдім-талдым дегенде жылт еткен жарық көрінді. Әупілдеген 2 барақ ит алдымыздан жүгіріп шығып шабалана үрді. Қора-қопсыға жанай салынған үйге тақап тоқтай қалғанда есіктен тонын желбегей жамыла бір жігіт жүгіре шықты. «Кет әй, әрі кет» деп итерді, апарып үйшіктеріне қамады. «Келіңіздер» деп басса техникті ғана танып, біздерге таңырқай қарап үйіне бастады. «Жаурап қалмадыңыздар ма? Жол ұзақ, күн болса мынау боран дегендей, мен свет берейін, қазір шабанканы қосайын» деп серейген ұзын жігіт қалбалақтап қалды. Тыр-пыр етіп шабан движогы оталып, лып-лып электр жарығы жанды. Біз үйге жаурап кірдік. Бетінің қызылы тамған, толықша келген ақсары келіншек үй ішін жиыстырып, төрге көрпе төсеп жатыр. Бекболов бірден тапсырма бере бастады. «Пешті жағып, шайларыңды әкеліңдер. Келінжан тездет тоңып қалдық. Қазір ағалар». Дөңгелек үстел үстіне қант, май қойып, шай әкелгенше Бекболов таныстыра бастады. «Мына кісі бәріміздің бастығымыз» деп мені мақтап-мақтап талай жерге апарды. Өзі газетке шыққан менің әңгімелерімді оқығандығын танытып, үлкен жазушы деп дардай қып қойды. Бір үскен су торғайдай әптер-тәптер шығып мыжырайған Ережепов пешке кіріп кете жаздап қақталып отыр. Ал осындай сапарларға әбден төліп кеткен Ертай ширақ қайта қонақ қағады. Мынау әлгі жылқышымыз Саттар, мынау келіншегі Гуля. Шаймен бірге сыңғырлап бөтелкелер келді. Ережепов көзі тұнып, 2 рет қырлы стаканмен тартқаннан кейін кәдімгідей сөйлей бастады. «Ал Басеке, мен мына Саттармен Қаншенгелге барып келе қояйын» деп Бекболов орнынан тұрды. «Келін шырағым, соғым етінен молырақ сал. Мен де әлгі пошташыға шаруам бар еді, сендермен бірге барайын» деп Гострахтың бастығы Ертай да оларға қосылды. Ережепов машинадан сөмкемді алам деп далаға бірге шығып кетіп еді, көзі тіпті атысып кетіпті. Үстелде тұрған арақтан дәу бір стаканға лүпілдете өзі құйып толтырып алды да лақылдата жұтқан. Шөкім нанды иіскелеп, бірдеңелерді мұрнының астына міңгірлеп айтқан бойы қылжиып ұйықтап кетті. Бұрышқа көтеріп апарып жатқызып үстіне тонын жаптым. Бұл кісі де көтере алмайтын болыпты. Әйгілі басқа күйеуге тиіп келі осындай болып жүр деген аптал арыстандай жігіт еді. Қазанға ет салып болып дастарханның шетіне тізе бүккен келіншек бұрышқа немқұрайлы ғана көзін қиығын салды. Өзі түк ішпейді. Енді осыдан мәңгіріп, ертеңгісін бірақ оянады. Өте білімді жігіттің төресі еді. Шамның білтесіндей таусылып бітіп барады. Дастархан үстіне бір шиша арақ әкеп қойды. «Оқымысты қайным, жаурап келдің ғой, кел мынадан тартып жібер. Жаңа айттым ғой, мен ішпеуші едім. Онда менде таза спирт бар» деп сандығын сарт-сұрт еткізіп ашып, ішінен әскери фляжка шығарды. «Ем үшін қарашы, түшкіре бересің, денеңді суық буып алған. Шынында да мұздап жайым болмай тұр. Жасым 29-да дейсің бе, күйеуім 36-да, ал өзім» деп сылқ-сылқ күлді. «Өзім биыл 26-ға шығамын». «Мә, мына келіншек менен де жас екен ғой». Жұп-жұмыр білегі мен толық омырауына көзім еріксіз түсіп кетті. «Оқымысты қайным-ау, жеңгеңнің ниетін қайтарма» деп стаканға жартылай фляжкадан спирт құйды да бір шыны таза су әкеліп берді. Жарқылдай күліп, денесін тақай жаныма отыра кеткенде жылы ағыс бойыма жүгіріп өтті. «Ем үшін демалмай тартып жібер». Әрі-сәрі боп отырып, «Ақжеңеше, бірінші сіз алыңызшы». «Әй шешек-ау, мен тамақ істеймін ғой, мейлі, оқымысты қайным айтқанда уда болса дәм болар» деп өз-өзінен құйғанды ары бұрылып сіміріп алды да артынан су ішіп біраз отырып қалды. Бері бұрылғанда жанарында лыпылдаған от тұтаныпты. Әдемі жан жадыратар жымиысы қандай. «Нартәуекел ала ғой, қане қайным. Иә, денсаулығы үшін» деп көзімді шарт жұмып тартып кеп жібердім. «Ауа жетпей тұншығып барамын. Мынаны жұтып жіберіңіз» деп мөлтілдеген кеседегі суды ұсынды ақ келіншек. Іш әлемім өртеніп барады. Лезде бусанып, жаным жадырап шыға келді. Темірпештегі лаулаған оттан ба, үй ысып барама, арқама жапқан тонымды сырып тастадым. Көзім шырадай жанып, артынан ішкен 2 кесе ыстық шайға балқып, ішкі әлемім ыстық ағысқа толып, рахат күйге бөленіп, толып шыға келдім. «Әбден буыныңызды суық қармап қалыпты. Кел теріңді сүртіп жіберейін» деп әппақ жұмсақ сүлгімен бет-аузымды бір қолмен сүрткіштеп, екінші алақанымен арқамды сипалай ма, әйтеуір бір рахат әлемге жаным бөленіп,
бүкіл денем жадырап шаттығанын сала жөнелді. Оқымысты қайнымау, кел енді. Кішкене ғана ішсеңіз, түкте болмай бір жола сауығып кетесіз. Манағыда емес, өзімнің де тағы ындыным құрып зейінім соған ауып тұрып. Мына бұлқысыған әдебін келіншек тағы қышаса деген емексі ой буады. Терлеп жақсы боп қалдым, жетер жеңеше. Жеңгеңнің тілегін қайтарма. Суық әбден сорып тастаған, сүйек-сүйегіңе дейін өтіп кеткен. Егер мұнан ішпесең, кейін кеселденіп кетесің. Ақ жеңеше, оның бәрін қайдан білесің? Мен көп нәрсе білемін, қайным. Қазір су әкеп берейін. Менен кейін ол да тартынбады. Темір пеш үстінде қазанда жылқының сұр еті шырқ-шырқ қайнады. Үй іші ыстық па жоқ, спирттен бе терлеп ап жөнелдім. Шыр етіп бала жылады. Келіншек лып көтеріліп толқи басып, мен қазір дегендей ыммен білдіре түпкі бөлмеге кіріп кетті. Баласын ұйықтатып қайта кіргенде келіншек тіпті ажарланып кетіпті. Екі беті албырап, ерні қызғалдақтың үлбіреген қауызындай қызара толып, көзі жарқырап, үстіне жеңсіз көйлек киіпті. Үй ысып кетті ғой дейді, менің сұқтана қарағаныма қысылғандай. Таралған екі бұрым шашы ұзын, арқасын еркелей қағып бөксесін ұрады. Ол отты қағыстырып, сорпаны сапырып, етті аударыстырып жатқанда шыдай алмай орнымнан қалай түрегеліп, арт жағынан барып қапсырақ құшақтағанымды білмеймін. Оның қолаң шашын сипап, өзіме тартқанда ол күле бұрылды. Өй қайным-ау, етті сапырайында деді, зілсіз үнмен сыбырлай. Мен еркінсіп кеттім. Әппақ мәрмәрдай мойнынан, жұпар иісті омырауынан, топ-толық ерінен өліп өшіп сүйе бастадым. Шешегі-ау, жүр, ана бөлмеге барайық деп еркелей назданған келіншек түпкі бөлмеге жетектей жөнелді. Әппақ сейсепті көрпе жапқан жерге төсек салып қойыпты. Сол бұрышқа барып шырт еткізіп жарықты өшіріп шешіне бастады. Көмпиген төсекке сүңгіп, келсейші деймін үздігіп. Қазір дейді ол шашын түзей, көрпені аша беріп. Шыдасайшы жаным, алтынның буындай, күмістің суындай іңкәр көңіл алып ұшып барады. Күн сіңген, сүт сіңген, уыз иісі бұрқыраған, топ-толық ұршықша иірілген піскен әңгелектей жас келіншек есімді алып, елжіреп, алыс-алыс арман тауларынан асып кетіп барамын. Шаттық шыңдарына биіктеп келемін. Не деген ғажап әлем, сиқырлы дүние, мың ғасырда бір-ақ рет келіп кететін нағыз рахатстан, ұжмақ есігін ашып, төрін ұсынып, таңғажайыптармен таңғалдыра таныстырып, есімді алып барады. Бәрін ұмыттырып, естен тандырып, есеңгіретіп барады. Қыз жібектің желкілдеген әсем көңіліндей, Ақбаянның ақжарқын пейіліндей, қызғыртқаның сағынышты сазындай әлдилеген ағылпа әппақ сезімдер тұтқында шахид болып кетсең де, арманың болмас сірә. Әппақ шуда бұлттар үстімен желбірей ұшып келемін. Ағараңдаған ақ періштелер тым биікке алып ұшып әкетті. Көзім ілініп барады екен, селкете ояндым. Аналар келіп қалса қайтеміз. Ол мойнымды құшақтаған білегін алып мекірене керілді. Малдың бүкіл документін, актілерін түні бойы толтырып таңертең ғана келеді. Олар Қаншенгелге ғана барып келеміз деді ғой. Иә, Қаншенгелдегі пошташының үйінде. Сонда олдан ветврач, управляющий бәрін шақыртып, документтерді толтырып жатыр. Мені алдап тастап кеткен бе сонда? Шырт ете ашуланып орнынан қарғып тұрып кеттім. Таңертең бірақ келеді. Түнімен карта соғып арақ ішеді. Әппақ сазандай бұлықсыған келіншек, артық кемі жоқ әппақ тәнін жарқырата көрсете, еш қымсынбай түрегеле бастады. Не болды жаным деп тік тұрған мені жалаңаш күйі қыса құшақтап құшырлана сүйді. Манағы бір сәттік жойқын сезім, асығып аптыққан қызба мінез, сап басылған қатталданғаныма ішімді удай өкініш тілгілейді. Қойныма суық жылан салып жібергендей қиналдым. Мені бәрің алдағансыңдар ма сонда? Қайным-ау жаным, не болды соншама? Жаңа киімді бірден батпаққа салмас болар. Қызығымызды лайламашы, қойшы жаным. Оның жәдігөйлене жалына бастағанына ішім мұздап лезде қатайып алдым. Қойшы жаным, міне денең де лапылдап тұрып, тундрада жаурап келген қонақта елімен жатқызып жылтады екен. Сен де енді ауырмайсың. Шоферімді да машинанды алып кеткенін қарашы. Қойшы жаным деп тығыршықтай келіншек жұп-жұмсақ үнмен бөбегін сипағандай сылап-сипап өбектей бастады. Әйелдің демі айналып төңкерілгені, сыбырлағаны бәрі жаныма майдай жағып барады. Бірақ сыр бермегенсіп сазарып қатайып алдым. Неге сонша қапа боласың? Тікен ішінде де гүл болады, батпақта да алтын жарқырап жатады. Өмірдің осындай сәттілігін сезініп, дәнін теріп жемесең, аққан судай өте шыққан ғұмырыңда не қызық қалады? Түп-түзу жолда жалықтырады. Анда-мында өстіп бұзып қоймасаң несі қызық? Сен көрінгенмен өстіп жата кете